бір қызық мысалмен бөлісейін деп отырмын. Өмірде адамның өзінің жеке травмалары мен комплекстері болғаны сияқты, ұлттың да және әлеуметтік социумның да өзінің жеке травмалары ұқсас деңгейдегі және әлеуметтік ұқсас комплекстері болады. Соған бір ғана мысал. Бүгінде көп адам Абай жолын оқымаған үшін өзін кінәлі сезінеді. Негізінде Абай жолы ол әдебиетшілер мен тілші ғалымдардың немесе этнографиялық тарихи тұлғаларға қатысты, көркем әдебиетке қатысты, немесе сол дәуірді зерттеп жүрген адамдар, солған қызығушылығы бар адамдарға қатысты бұл сын айтылса, онда құба құп сол тақырыпта зерттеп жүрген адамдар болса, және оны білмейтін болса, бұл үлкен сын. Бірақ басқа салада жүрген адамдар үшін, мүлдем қатысы жоқ адамдар үшін ондай комплекс ұстаудың қажеті шамалы. Өкінішке қарай бүгінгі таңда әлеуметтік желіде және қоғамдық тұрмыстық өмірде Абай жолын оқымағандарды кемсітетін немесе оны екінші сортты адам ретінде қарайтын көзқарастарды да байқау қиын емес. Ондай әлеуметтік комплекстерден арылу үшін міндетті түрде өзіңізді зерттеп көріңіз. Шамаңыз келмей жатса, білікті маманға, психологтарға жүгінгеніңіз абзал.